басты қарсылас Даниил Васильев. Тәжірибелі спортшы, жас болса да. Пекин Олимпиадасының қатысушысы. Қазір бар назарымыз Қазақстан спортшысында. Көрейік, Васильев егер сәтті орындаса тапсырманы. Алтын медаль қолда деген сөз. Васильев. Ой, тамаша, тамаша Даниил Васильев. Төрешілер қалай бағалайды қазір Васильевтің өнерін? Меніңше қазақ еліне тағы да бір алтын медаль бұйырды. Өте жоғарғы көрсеткіш. Даниил Васильев тағы да тамашалайық. Небәрі 18 жастағы спортшымыз қазір универсиада ойындарының чемпионы болуы тиіс. Қанша дегенмен бірінші айналымда көрсеткен жоғарғы ұпайы бар. Төрешілер қайда? Төрешілер бірінші орынды Даниил Васильевқа берді. 257,3 ұпай. Құрметті достар, құрметті қазақ елі. Алтын медаль құтты болсын. Екінші алтын қазір қазақ спортшылары универсиада ойындарында алып отыр, және шыны керек бізді Даниил Васильевтің өнері таңғалдыр. Финалдық кезеңде Даниил Васильев 130,1 ұпай алған болатын. Ал Максимилиан Линер 132,4 ұпай алған еді. Шамамен 1,5 ұпай көп жинады қазір өзінің басты қарсыласына қарағанда Даниил Васильев.